Қай жердің қазағы болса да, Хазірет Сұлтанды естумен біледі. Әзірет Сұлтанға барамыз, пәленше Әзірет Сұлтанға кетіпті деген сөзді қазақ арасында көп естуге болады. Хазірет Сұлтанға барғыш тақуалар, сопылар, Хазірет Сұлтанға барып қайтқандар, қажыға барып қайтқаннан азақ кем болады. Олар бастарына сәлде ұрып, қайтып жұрт Меккеден келгендей қолдарын алып құрмет етеді. Қазақ осылай құрметтесе де, Хазірет Сұлтанның бір жерде бар екенін естісе де, көбі ол хақында анық еш нәрсе білмейді. Осы майдың бірінде Ташкентке бара жатып, Түркістанға түсіп, Хазірет Сұлтанды мен де зиярат еттім. Қожа Ахмет Яссауи мешітінде бірнеше қазақ хандары қойылыпты. Мұндағы хандар орта жүздің ханы Абылай, ұлы жүздің ханы Жолбарыс, Әбілқайыр хан һәм Арғынның атақты Жәнібек батыр мен Кенесары ханның әкесі Қасым Сұлтан да осында қойылған екен. Есім хан бұл мешіттің ішінде болмаса да маңайына қойылған екен. Үстіне орнатқан белгісі бұл күнде жоғалып кетіпті. Бұлардан басқа Әмір Темірдің